Бүгінгі тақырып депозит, яғни депозит ашу. Депозитті міндетті түрде отбасы банкінен ашқаныңыз жөн. Және де өзіңізге ғана емес, жолдасыңызға және қанша балаларыңыз болса, барлығына депозит счет ашып қоясыз. Бұны біз семейный пакет деп атаймыз. Балаңыз өскен уақытта ертең күні үйді 2%-бен алуға мүмкіндігі бар. Яғни қазірден бастап балаңызға ақша жинап, дисциплинаға үйрете берсеңіз болады. Және өзіңізде үйдің алғашқы жарнасын сол депозит счетқа жинасаңыз болады. Яғни 20, 30 немесе 50%-ын депозит счетқа жинап қойсаңыз болады. Депозит счетқа ақша салған уақытта, бір күні бір сумманы салғаныңыз абзал. Мысалға, осы айдың 15-інде сіз 50 мың салсаңыз, келесі айдың 15-інде сіз 50 мың салғаныңыз дұрыс. Болмаса 100 мың теңге осы айда салсаңыз, келесі айда да 100 мың теңге салғаныңыз абзал. Сонда сіз өзіңізді дисциплинированный клиент ретінде көрсетесіз. Және де опыңыз тез көтеріледі. Опы дегеніміз оценочный показатель. Және де депозит счет ашқан уақытта сіз ешкімге, ешқайда жүгінбей, үйде отырып онлайн түрде ашсаңыз болады. Отбасы банкінің операторларына звондасаңыз, видеобанк арқылы, отбасы банкінің менеджерлері сізге депозит счет ашуға дайын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады.